сұраймыз. Тез. Сен жаздың ғой енді. Ал, бірінші топ. Эпика топ. Тыңдаймыз қалғандарымыз. Басқа топтар. Қазір бір-бірлеріңізді бағалайсыздар. Поэзия тобы. Ал бастайық. Задание берді. Біз тәңді Шибайды қытағашыға көрсетеді. Қорғап тұрып, сөз сөйлеген Шибай. Шаштықты жүресін. Ұзын ойлы, өткір шекер айтсын. Ал қыздағын болса, уақыттан арағын. Ал шаштығын мен ұсағын қарса айтсын. Ермұған екеуі сайсын аққан дамышы болған. Болма? Жақсы. Отырамыз. Келесі топ. Келесі топ. Поэзия тобы. Төрт адам шықсын. Төрт адам шықсын. Ал бастайық. Тыңдаймыз. Тапсырма. Балқындас әңгімеден көтерілген мәселе 1847 жылы Сүйінбайдың қырғыз еліне аш жиынға баруы. Ал сіздің сүйектеріңізде туындау себептері қара жігіт қатаған Сүйінбайды сәлемсіз мақтанып тиіседі. Және де Сүйінбайдың өзін таныстыруы болады. Шимбайдың өзін таныстыруы және де одан ары қарай айтыстың шиеленісуі. Ал құйрығының мәселені шешімі Шимбайдың қатағанды жеңуімен бітеді. Жақсы, отырамыз. Келесі. Драма тобы. Шығамыз. Драма тобынан 5 адам шықсын. Хан Жамшықтай қадыр Байқеке Орманхан Ауыр Сүйінбай атаған тарихи азық. Сүйінбай атының бойындағы 5 қасиетті адам. Сыйлы, мейірімді, көпшіл, шешен, тілші. Қатаған жіберген 5 қатесін тап. Қатаған біріншіден өзін ғана ойлады, екіншіден ол менмен болды, мақтаншақтығын көрсетті. Үшіншіден өз деңгейін бәрінен жоғары ұстайды. Төртінші, ол басқаларды менсінбейді. Сүйінбайды жеңіске жеткізген 5 артықшылықты атар. Сүйінбай қатағанға қарағанда сөзге шешен болды және өз халқын айтыста мақтап жазады. Жақсы, отырамыз. Топ-басшыларымыз көп. Бағдат. Екінші поэзия тобы. Айша ма? Топ-басшы. Ерлан. Топ-басшы Ерлан. Үшінші драма тобынан топ-басшы. Жақсы. Ал енді бірінші эпика тобын біз қазір бас бармақ әдісімен бағалаймыз. Жаңағы орнына қосымаларды бағалаймыз. Ал поэзия тобы. Эпика тобының тапсырмасына қандай баға бересіз? 10 соттан. Не себепті? Мен жақсы деген баға бере аламын. Себебі ол жерде тек бірақ айырмашылығы жасағанда, кәдімгі ұқсастықтар бар ғой. Бірақ ұқсастығын жасаған. Екеуі айтыскер болды деген. Ал негізінде ол жерде көптеген ұқсастық болады да. Соған. Жақсы. Келесі драма тобы, эпика тобы бағалаймыз. Топ-басшы.
ойшыл болып, тапсырмаларды жақсы орындады. Жақсы, отырамыз. Енді поэзия тобын бағалаймыз. Бірінші эпика тобының қосбайшысы, поэзия тобының бағалаймыз. Өте жақсы бағалап қоямыз. Өйткені басым туралы яғынан сөйлеп ол болса да екеуі бір-бірін жақсы әрекеттес болды. Барлық адам айтқан сөздерге мән беріп, оларды тыңдап, олардың ұсыныстарын байқады. Енді драма тобы, поэзия тобын бағалаймыз. Мен поэзия тобына да өте жақсы деген баға қоямын. Себебі олар өте жақсы сурет салып, бір-бірінің ойларын тыңдап, бәрін жақсы жазған. Жақсы, отырамыз. Енді эпика мен поэзия тобы драма тобын бағалайды. Эпика бастаймыз. Осы поэзия тобы, драма тобы өте жақсы айтты. Өйткені уақытта көп сөйлейтін балалар болды, бірақ олар соларды тыңдап, солар сөйлеуге сөйлеткізе алды. Сол үшін менің бағам өте жақсы. Жақсы. Ал поэзия тобы? Мен де драма тобына өте жақсы деген баға беремін. Бағдат айтқандай, бұл топта барлығы да жақсы сөйлеп шықты, өзінің міндеттерін жақсылап атқарды. Жақсы, отырамыз. Енді біз осы айтқандарымызды қорытындылау үшін барлығымызға бірге орындаймыз. Ауызша орындаймыз. Бірінші айтыс қай жерде өтті? Келесі Сүйінбай ақын сөзінің басын қалай бастайды? Тақым айтады. Амандасып Келесі айтыстан Сүйінбай батыр қазақ батырларын мақтан шеккен ұстады. Тағымыз. Ол жерде Наурызбайды мақтан еткен болады. Қандай көптеген батырларын мақтан еткен болады. Және де руларды Қыпшақ деген соларды мақтаған болады. Жаңа бестамақ деген әзір санан кезде сол тапсырманың ішінде болған, иә? Қандай батырлар? Байтық, Сұраушық, тағы басқа. Кенесары ханды. Кенесары Наурызбай Қырғызға барып, кеш барып, аузын Төртінші, Сүйінбай ақын қырғыз ақынды қатағанды қалай жеңеді? Бұл жолы артық. Жауап береді. Сүйінбай ақын қырғыз ақынды қатағанды қалай жеңеді? Сүйінбай қатағанды жеңді, себебі оның шешендігі қатағанға қарағанда асып түсті немесе зор болды. Не себептен асып түсті деп Себебі жаңағы ол өзінің сөздерімен қатағанды орнына қойған. Бірнеше аргументтерін де айтқан. Ол абай Сүйінбай қатағанның айтысында қырғызға бір ауыр сөз айтады. Себебі қырғыз бен қазақ бауырлас дейді ғой. Олардың нелері қалай айтушы жақындасуға бұзып алғысы келеді да. Оның мысалы үшін мына бір сөзінен байқасақ болады. Қырғыз қазақ елдесіп, тыныштықта тұрғанда анау-мынау демегін деген. Бұл жерде мен ойлаймын, қырғыздарды бауырым деп есептеп, қанша сөз айтса да өздерінің достықтарын бұзғысы келмейді. Осы тұста бағаларды айтқысы келіп отырды, иә? Жантай батыр қатаған аңыздар қандай себеппен ашуланады? Ал жауап берді. Өйткені қатаған өзін мақтады. Бірақ қазақ ел туралы жақсы аттар айтқан жоқ. Ал Сүйінбай болса, осы айтыста болса да, осы қазақ пен қырғыз бір туған болса, оларды барынша өздері тыңдап қазақты тағы кімді отырады, тағым айтқысы? Қатаған мен Сүйінбай айтысында ең бірінші
Сүйінбайдан байқаған жақсы қасиеттерім. Сүйінбай сөзін басын сәлеммен бастады. Ал қатаған болса, сол сәлемін қабыл алмай, одан сайын ызаланып, Сүйінбаймен айтысып кете берді. Мысалы үшін, Сүйінбай, сен ойлайсың, мен тұрғанда өзіңді ақынмын деп ойлайсың. Мен тұрғанда өзіңді ақынмын деп ойлайсың. Бастап тесіп кетті. Ал ары қарай Сүйінбай оны жалғыз. Жақсы, келесі сұрақ. Сүйінбай айтыста қандай ұлттық құндылықты сөзіне тиек етеді? Басқалардың жауап бермеңіз бе? Сөзіне тиек. Қандай сөз қолданды? Абай. Құндылықтар деген айта кетейін. Бірақ мен өзім жеке ойым, мен толық нұсқасын неден оқығанда, желіден оқыған кезде, ол жерде көбінесе руларды теңдейді, мынандай бүкіл қазақ елін руларды мақтап отырған әр руға жеке тоқталды. Соны құндылық деп түсінемін. Жақсы, өте жақсы. Тағы құндылықтар кім еткісі келеді? Тағы қандай ұлттық құндылықтар қолданды? Айтпаймыз ба? Болды ма? Келесі бізде аудио журналист қазір ашамыз. Сүйінбай не сұрады, қатаған не берді? Айтысының қорытындысын бірге бәріміз тыңдайық. Тәуелгенде төрде отырған орман. Сүйінбай балам тоқтат, жетемізге жеттің, сен жеңдің, қатаған жеңілді деген екен. Аттың түбінде қазақтан, ат төбелінде қырғыз қашан көп болып еді. Бірақ қазақ алауыз, сен соны айта білмедің, қатаған деп жағдай ашуланады. Сүйінбай қатты айтқан жерінде қырғыздың батырлары қылышыны жармасы орнынан қопаң етер екен. Сонда Сүйінбайдың артына сұраншы ақырын ғана көтеріліп қояды. Ақынның батыр әр кезде тірегі болған. Екеуінің мысы қырғыз ақындары мен батырларын басып отырған. Содан асты басқарушы Қарабайтық, Сүйінбай жырағың, бәйгеңді өзің қалап ал, не тілейсің, тілегіңді айт дейді. Сонда Сүйінбайдың айтқан тілегі. Бұл Сүйінбай атасының ұлын сұрап. Ал бәріміз ойындар не? Сонымен Сүйінбай не сұрапты? Қатаған не берді? Ал айтамыз. Сүйінбай бір отау үй сұрады, сосын алтын тие, алтын балта, алтын қылыш, сосын ер тоқым алтыннан сұрады. Тағы да кімдер? Басынан сұрайсың. Ер тоқым сұрады, және де керегесі күмістен
Есік босағасы асылтас бір үй берген дейді. Және де қылыш сұрады, 900 жыл сұрады, 1000 жарым қой сұрады. Әр күні үйіме келген мейманға сойып беретін. Және де 16 жасар қыз сұрады. Сосын тағы не сұрады? 60 түйе сұрады. Жақсы, тағы да кім айтады? Жоқ, жылдамыз көтеріп жүрміз. Кім айтады? Тағы 900 жарғы береді. Кітаптарда тұр иә бізге? Алтын бата. Кітапта не жазылған? Кітаптан берілген өлеңді оқиықшы, кім оқиды? Апай кім оқиды? Екінші мен оқиды. Бағдат? Сүйінбайдың сөзі ер тоқымы алтыннан бір ат берді растыма, әсемдетіп неге керек есі көрістен. Ожағасы асыл тас бірақ отыр үй берген. Еңкей болған кірерге атын қынап қылыш бер. Білегіме ілерге 15 атан түйе бер. Жүгінді атып жүрерге 900 жылғы берерсін. Елме айдап барарға 900 жамбы берерсін. Сандығыма саларға іздеп келген Сүйінбай, кем берсе бұнан аларыма. Келестіріп сөйлесе жастар сөз қаларыма. Өз ойына сенбесе суға жүріп болмаса. Жастар алға келерге. Жақсы. Сонымен Сүйінбай сұрағанын біз білдік. Енді қатаған не берді? Кітаптарда берген. Апай айтайын. Сүйінбай оқысын. Жоқ. Қанша Айту керек. айтау. Алты қанат, жақта жазып тұрғандай алты қанат ақылда, алты жүзік, бір бүркіт. Ойында қымыз қарғыс бар, бір тазы сыйлаған. Қада? Сонымен біз айтысты түсіндік бай барлығымыз. Енді біз бүгін осы тақырыпты түсінбегенімізді барлығын осы білім форма деген ұяшыққа саламыз. Қазір мен сендерге стиге тарап беремін. Сонымен бүгін сабақта не түсінгенімізді осы білім попкорнның ішіне толтырамыз. Ал кім бастады? Арықтан Мен бастаймын. Жоқ, арықтан бастайды. Бүгін сабақта не түсіндің Бағдат? Бүгінгі сабақта мен мәтін жанрлар Жақсы, сабақ. Жақсы, Мен бүгінгі сабақтан Сүйінбай мен Қатаған туралы және олардың айтысы туралы білдім. Қатағанның жаман қасиеттері мен Сүйінбайдың жақсы қасиеттері туралы да білдім. Маған бүгінгі сабақ қатты ұнады. Жақсы, сабақ. Келесі атын тоқтады. Осы сабақта Сүйінбайдың Қатағанның қосымша мәліметтерін іздеймін. Қосымша драма, эпика және поэзия. Жақсы, келесі. Бүгінгі сабақта мен эпика, поэзия, драманы түсіндім және сабақ өтті. Мен бүгінгі сабақта Сағанның Сүйінбайдың айтысы жайлы білдім. Және де санам өте түсіндім. Мен сабаққа барлығын толықтай түсіндім. Және де Қатаған Сүйінбайға не берді, Сүйінбай Қатағанға не алдырсын бәрі.
Мен осы жанрлардың көптеген түрлерін таныстым және де осы қатаған мен сүйінбайдың айтысын түсіндім. Осы ашық сабақты ұйымдастырып отырған апайларға рахмет. Осы сабақты Шығарманың жанрына, идеясына, тақырыбына талдау жасалды. Айтыстың жанры салт айтысы, оның ішінде ақындар айтысы. Идеясы қазақ ақыны Сүйінбай қырғыз елінде аш жиынға отырғанда Қатағанның сәлем Сүйінбайға қарғадай ақ болу. Оған жауап ретінде Сүйінбайдың айтыспен жалғастырып, қазақ халқының абыройын асқақтатуы. Тақырыбы Сүйінбай мен Қатағанның айтысы. Бұл жерде ақындар айтысы орын алады. Және де бұл айтыста Қатаған мен Сүйінбайдың айтысы болады. Кім айтады? Жанры салт айтысы. Идеясы айтыс өнерінің шеберлігін жеткізу. Тақырыбы Сүйінбай мен Қатағанның айтысы. Жақсы. Кім айтады? Шығарманың жанры салт айтысы. Бұл өлеңмен намысқа байланысты мәселелер көтерілген. Менің ойымша, Қатаған мен Сүйінбайдың айтысындағы басты идеясы ол қазіргі заманға, яғни болашақты шешендікке үйрету жылады. Тақырыбы осы Қазақстанда болған ең әйгілі айтыстардың бірі Сүйінбай мен Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы. Жақсы, өте жақсы. Тағы Фариза. Жанры салт айтысы, идеясы айтыс өнерінің шеберлігін жеткізу. Тақырыбы Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы. Жақсы, өте жақсы. Тағы кім айтады? Еркежан. Жанры салт айтысы, идеясы айтыс өнерінің шешен әрі шебер екендігін жеткізіп, айтысқа дұрыс орын қалдырып, айтыстың атын қалдыру. Тақырыбы Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы. Жақсы, сәтті. Өте жақсы. Сәтті. Ой, Нұрай. Жанры айтыс, салт айтыс. Идеясы айтыс өнерінің шеберлігін жеткізу және де халықтың мәртебесін жеткізу. Бұл айтыста ел басқарып отырған басшылардың кемшіліктері, сондай-ақ өмірдегі келеңсіздіктері айтылады. Тақырыбы Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы. Жақсы, өте жақсы. Тағы кім айтады? Рысқұл. Бүгін барлығымыз айтып кеттік. Жанры салт айтыс. Идеясы айтыс өнерінің қазіргі және болашақтағы адамдарға жеткізу. Тақырыбы Сүйінбай мен Қатағанмен айтысы. Жақсы, Бағай. Шығарманың жанры салт айтысы, оның ішіндегі ақындар айтысы. Шығарманың идеясы айтыс өнерінің шеберлігін көрсетіп, домбыра арқылы жеткізу. Тақырыбы Сүйінбай мен Қатағанның айтысы. Жақсы, өте жақсы. Менің ойымша бұл идеясы бізге айтыстың не екенін және қандай болатынын жеткізгісі келген. Жанры ауыз әдебиеті жанры, яғни салт айтысы. Бұл шығарма бізді айтыс өнерімен суыт салмау
жауапқа үйретеді. Менің ойымша тақырыбы шығармаға сай келіп тұр. Жақсы. Айша. Шығарманың жаны да айтыс. Біріншіде Шоңғар манамында орманхан ас береді. Сол асқа Сүйінбай мен Тезек сөйлей келген. Ары қарай Сүйінбай нақтыған айтысады. Шығарманың идеясы айтыс өнерінің шеберлігін жеткізу себебі бұл жерде екі адамды тапсыспен қақтығысқа теңеліп тұр. Шығарманың тақырыбы Сүйінбайдың қатағанмен айтысы. Жақсы. Тағы айтатындар болмай жүрсін. Жарайды. Келесі, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыздың мақсаты эпикалық поэзиялық драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау болып табылады. Жалпы эпика, поэзия, драма дегеніміз не? Кім біледі? Эпика, драма, поэзия деген не екен? Кім біледі? Жақсы, онда жауабын бірге берейік бәріміз. Эпика дегеніміз не екен? Поэзия дегеніміз не екен? Поэзия. Өлең үлгісіндегі әдеби туындылар. Поэзия сөздің ырғақты құрылысына, ұйқасына негізделеді. Жақсы, драма дегеніміз екен, Фариза ғой. Драмада оқиға тартыс не тартысқа желісіне жинақталып, кейіпкерлер әрекеті арқылы дамиды. Драмалық шығарма театрға арналып жазылады да сахнада нағыз көркемдік қуатына ие болады. Жақсы. Енді қазір топтық жұмыстар орындаймыз. Осы үшке бөлеміз қазір. Бірінші эпика тобы. Эпика тобы мына жерде отырғандар. Осы жерде. Эпика тобы. Мына жерде поэзия тобы. Үшіншісі драма тобы. Енді тапсырма орындаймыз. Бірінші топтың тапсырмасы, эпика тобының тапсырмасы, Вен диаграммасы. Вен диаграммасы неге білеміз ба? Қалай орында етеміз оны? Вен диаграммасы біріншіде Сүйінбай сипатталады, екіншісінде Қатаған, ал ортасында екеуінің қандай екені ұқсастығы сипатталады. Жақсы. A3 параққа Вен диаграммасын сызамыз. Маркер арқылы нүктелі түсінсеңіз болады. Енді келесі екі топтың тапсырмасы поэзия тобы. Поэзия тобы үш топ әдіс арқылы тапсырма орындаймыз. Бұл жерде тыңдап аламыз. Бұл жердегі балықтың басы әңгімеде көрсетілген мәселе. Үстіңгі жағындағы сүйектері бұл мәселенің туындау себептері. Астыңғы жағындағы сүйектері жаңағы мәселенің салдары, үшіншісі қоңсы құйрығы, мәселенің шешімі. Түрлі түсті қарындаш, информация жасап болады. Драма тобында драма тобы 5 қадам әдіс арқылы тапсырма орындайды. Яғни, бірінші, Сүйінбай атаған тарихи тұлғалардан 5 адамның есімін анықтау. Екінші, Сүйінбай ақынның бойындағы 5 қасиетті атайды. Үшінші, Қатағанның жіберген 5 қасиетін табу. Төртінші, Сүйінбайды жеңсіз бізбен 5 атқыштықты ата.